Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы. Дінмұхамед Қонаев атындағы орта мектептің 8-ші А сынып білім алушысы мен, Бегалы Мадина. Мен экофорумның экоблогер әлеуметтік бейне материал номинациясы бойынша «Табиғатым тағдырым» атты тақырыпты қозғаймын. Табиғат деген тағдырым менің, табиғатыммен мәңгі біргемін. Табиғатыммен тайталасам деп әлекке түстім, білмедім. Табиғатымды танымадым мен, басына тептім бағыма мүлдем. Табиғатыма қарсы жүзем де, тағдырға тайқып жалынамын мен. Табиғатыма берік болмадым, белгілі тағдыр берік талғаным. Ел мен жер, оның көгілдір арманы мен мөлдір көлдері, байтақ даласы мен асқақ таулары. Біздің басты байлығымыз. Жер, су, ауа, адам баласының ұрпағынан ұрпағына мұра болып келе жатқан мол қазына. Міне, осы қазынаны аға ұрпақ өкілдері, бізде, кеңес адамдарының жас ұрпағы, сендерде, барлығымызда көз қарашығындай сақтап, ел игілігіне жасауымыз қажет. Біз табиғаттың өзін қайта түлететін ұрпақпыз. Әрбір ағашты, әрбір бұлақты, жалғыз дәнді де ұжықтақтандырып, сақтау, қамқор болу басты міндеттің бірі. Алайда біз, адамдар, осы табиғаттың бізге берген сыйын бағаламаймыз. Көлдерді ластап, оларға қоқыстарымызды тастап, барлық жерімізді қоқысқа толтырып, табиғатты аяламай, өз қалағанымызды жасаймыз. Бірақтан да бұл үлкен қателік екенін түсіне бермейміз. Қазіргі таңда Жаңатас қаласының өмірі қайта жанданып келе жатқанда әсер қалдырды. Уақытша қиыншылықтарға мойымай, оларды бір адамдан еңселей білген көпшілік қауым ертеңгі күнге зор үмітпен қарайды. Жақын болашақта қала маңында мемлекеттік маңызы бар ірі жобалар дайындалып, жүзеге асырылмақ. Жаңатастың болашақта көркейіп, гүлденетін қалаға айналатынына нық сенемін. Менің ойымша, әрбір халық, әрбір адам өзінің туған жерінің таза, мөлдір суы болғанын қалайды деп ойлаймын. Сол үшін бәріміз бірге атсалысайық.